Қарасай тез жетуін жетер ау, алайда оған нақты не бұйрық береді? Соғыс дей ме, әлде амалын өзің тап дей ме? Қайсысы дұрыс? Батырдың бағын қайта-қайта бұйрық беріп байлама, еркіне жіберіп ерлігін сына деп еді ау. Баяғыда Жалаңтөс алғаш Самарқантта жолыққанда, әуелі Бұқарада Имамқұлдан әскери дәріс алып, артынан Бағдаттан оқу бітіріп қайтқан беті екен оның. Ағасы Тәуекел хан Самарқантты қазаққа қаратып, 100 мың қолының 20 мыңына есімді басшы етіп қалдырып, өзі 80 мың қолмен Бұқараны бағындыруға кеткен кезі болатын. Осы араның бір қазағы келіп тұр деді бұған босағадағы жасауыл. Кім екенін сұрадың ба? Жалаңтөспін дейді. Үлкен кісі болар деп орнынан тұра бергенде, өзі құралпы зор денелі біреу ассалаумағалейкум деп есіктен аттады. Қою қасты, сұсты қабақ, дәулігінің өзі еріксіз өзіне қарататын денелі жігіт. Қос қолын ұсынып амандасты. Онымен бірге жылы бір шуақ кіріп келгенде әсер қалдырған. Адам адамға жүре келе, көре келе үйренседі. Ал екеуінің сөзі де, мінезі де бірден үйлесіп кеткен. Сондағы оның бір сөзі бұған қатты ой салған. Ел басқарушыда болатын бір жаман әдет, мені жақтайтын, мені жақтамайтын деп бір елді екіге бөлуі деген болатын. Шындап келгенде жақтайтындар мен жақтамайтындар бәрі бір халық. Жақтайтындар ақылды да, жақтамайтындар ақылсыз емес. Басшы ақылдыға қалай керек болса, ақылсызға да дәл солай керек. Ақылдылар басшыны қолдаса, басшы ақылсыздарды қорғауға тиіс. Өйтпесең ел болмайсың. Басшысы әрекетінің түпкі төркіні ақылсыздарды ақылдының қатарына қосу. Ол үшін оларды біздің хандар құсап жазалай салмау керек. Қайта сен де елге керек адамсың дегенді санасына сіңіруің керек дегенді. Пікірлері тоғысып, ақырында төс қағысып жарасқан. Оған есімнің Түркістандағымыз қазақ, Бұхарадағымыз өзбек аталып кеткенімізбен түбіміз алтын ордадан тарайтын бауырларымыз ғой дегені өте-мөте ұнаған. 80 мың қолмен Бұхараны бағындыруға кеткен Тәуекел хан ағасы қатты жараланып қайтты. 40 күн Ташкенде қиналып жатып, ақыры таң атып келе жатқанда жан тапсырды. Сол 40 күн бойы қасында болған Жалаңтөстің бауырмалдығын бұл дүниеде ұмытар ма есім? Бұл хан сайланғанда артынып тартынып келіп құттықтап қайтты. Әкесі Сейітқұлдан қалған тұрақты 5000 жасақ Жалаңтөстің әрі айбары, әрі абыройы, әрі өзгеден артықшылығы ақылды сыйлайтын адам, күшті сыйлайтын адамдардан әрдайым аз болады. Алайда ақылды адам күштіні сыйлайды деп бір оңашада Жалаңтөс сыр ашып күлгенді. Сондықтан ақылдылар да күшке бағынады. Сөз астарынан оның алымдылығы мен ақылдылығы аңғарылып тұрады. Айта да біледі, айтқанын орындай да біледі. Есім оған сондықтан сенеді. Әйткенмен, әр хандықтың өз мақсат мүддесі тағы бар. Ол сенің достығыңмен үнемі үйлесе бермейді. Сондайдың салдарынан мешін жылы Самарқанда басталған достықтарына 2 мәрте сызат түсті. Бірі Тұрсын ханға қатысты. Тәуекел хан өлгенмен Ташкент қаласы бір жола қазаққа қарап, екі жақтың келісімімен оның әмірі Тұрсын төрі болған. Алайда билік есірткен Тұрсын әмір тауық жылы өз туысқаны Есім ханға қарсы шығып, бірақ өзі жеңіліс тапты. Жаздым, жаңылдым дегеніне сеніп оған Есім кешірметкенді. Соның бәрін көріп біліп отырса да Жалаңтөстің көрмеген білмеген адамдай араласпауы көңіліне қатты тиген. Екіншісіне де осы тектес. Есімнің хан болғанына 13 жыл толғанда Жалаңтөстің ұстазы Имамқұл да Бұқараға хан болды. Оның хан болуына шәкірті Жалаңтөстің уысындағы қатағандар бастаған қазақ рулары үлкен көмек көрсетті. Сөйткен Имамқұл 9 жылы Есім ханның Қалмақтармен соғысуға кеткен пайдаланып, Тұрсын әмірдің желіктіруімен қазаққа тұтқиыл шабуыл жасап, быт-шытын шығарып қырды. Ел жұрттан айырылған Есім хан бас сауғалап Тұрпанға қашты. Көрмегендей білмегендей Жалаңтөс тағы араласпады. Түбімен
тегінің бір екенін түсінген Әбдірахым хан есімді паналатып қана қоймай оған 16-дағы қызын да берді. Ханның қызын хан құсша екі хандық достасады. Ол ежелден жалғасып келе жатқан жол. Тұрпанда бас сауғалап жүргенде Жалаңтөстен жаушы келген. Сірә бұған деме болсын десе керек. 16-дағы жан дүниеңді өртейтін жалын құтты болсын, бірақ оған арбалмай халқыңа қайт депті. Қайт дегеннің астарын Есім хан қапысыз ұқты, бірақ одан өкпесін жасырып қала алмады. Ұстазың еліңді шауып жатқанда ұйқың әбден қанды ма? 16-дағы қарындасымыз зорлықпен қатын болып жатқанда 16-дағы жар сүйгенім қай жетіскенімнің дейсің дегенді бұл да айтты. Берер жауабы болмады да ала сапыран кезден кедергі болды ма әйтеуір. Одан кейін Жалаңтөс жақтан жауап жетпеді. Бірақ Жалаңтөс пен Имамқұл араз екен деген алып қашпа сөз Есімге ел арасынан еміс-еміс жетіп жатты. Жалпы Имамқұл Бұхарада екі атамнан айылын жиятын, бірі Алшын Жалаңтөс Баһадүр, екіншісі Қатағандардың Махмұд биі. Нұратада 5000, Самарқанда 5000 тұрақты әскер ұстайтын Жалаңтөс пен Ташкент Жизақтың қалың Қатаған тайпасын ашса, алақанда жұмса жұдырғында ұстайтын Махмұд екеуі үп десе халық лап ете қалатын өрт сияқты еді. Сондықтан олармен санаспау опық жегізетінін Имамқұл жақсы білді. Атасы Әбдірахым хан қолынан келген бар жақсылығын жасап жатса да Есімнің көңілі көншімеді. Өзін не жерде емес, не көкте емес, екі ортада ілініп тұрған ілдәлда секілді сезінді. Тамағы тоқ, киімі көк болғанмен қойнында ханның қызы жатса да жұрттың алдында жалаңаш қалған адамдай жан-жағына жалдақтап қорғаншақтай беретін. Оны атасы Әбдірахым хан да келіншегі байқапты. Өзі ойланып жүрген адам өзгенің ойына да зәру. Соны сезген Әбдірахым атасы ұзақ сырласты. Бабасының айтқанын ата да, әке де әкесінікін бала да байқаймын. Шала орындайды екен деді әңгімені өзі бастап. Өлерінде Шыңғыс ханның балаларына тапсырған бірінші өсиеті: мен құрған мемлекетті құртып алмаңдар. Болған, бірақ ол үшін бір-біріңмен тату болыңдар дегенді айтпаған. Онсыз да түсінікті деген болу керек. Өкінішке қарай балалары бір-бірімен тату болмады. Соның кесірінен ұшы қиыры жоқ мемлекетінен қазір біз оймақтай жерге әзер ие болып отырмыз. Бату батысқа кетіп, алтын орданы сақтап қалды. Орыста Қырымды биледі. Содан өз еліне кім қайтты? Бәрі барған жеріне судай сіңіп кетті. Мұқалы мен Құбылай Қытайды күшті ел қылды. Одан қайсысы елге оралды? Бәрі Қытай болып кетті. Бабамыз туып өскен Моңғолстанда кім қалды? Батудың басы қасында болуға жарамаған Құбылайдың қасына еруге ебі себі жетпеген өңкей әрі сірәлердің ұрпағы қалдық. Қытай күшейді, орыс өріс деді. Біз ойсырадық. Өйткені жақсылардың бәрі жат жерге кетіп, өз жерімізде өңкей өресіздер қалдық. Керей мен Жәнібек соны түсініп, ат басын атамекенге бұрып еді. Бақталастық пен тақталастық басымызды тағы қатырып келеді деді де, өз сөзін өзі шашап, мұны түзететін қандай жол бар деген. Бұл да әңгімені демеп, жол бар, бірақ ол жолмен жүретін жан болса, ол бабалар жолы. Бүкіл қазақ бір атадан тарған халықпыз. Өз аты Анарыс деген кісіні шешесі еркелетіп арыс атап кеткен екен. Асы әрі дәу кісі болса керек. Дәу біреуді көрсек арыс те азамат дейтініміз содан. Со кісі сырт елде білім алған, елді іліммен басқаруды мақсат еткен адам болыпты. Ақыл білімге тоқтық, ашықтанды жаман депті бабамыз. 6 баласы 6 арыс атаныпты. Ақ және Пан деген екі үлкені қыс кезінде хан тәңірінің етегінде жылқы күзетінде жүріп үсіп өледі. Сірә қарлы боранда адасып кетсе керек. Содан екі ағайынды өлген айды екі ағайынды деп атап, кейін Ақ пен Пан өлген ай деп жүріп, ол айды Ақпан айы атап кетіппіз. Арыс бабамыз ұлдарын екі-екіден еншілеп, Ақ пен Пан ауылын үлкен, яғни ұлы өзі, яғни
ақ арыс ауылы деп, ортаншы балаларын Жан мен Болдың ауылын орта уызы Жан арыс ауылы деп, ал екінші кіші балаларын Бек пен Балдың ауылын кіші уезі Бекарыс ауылы деп еншілепті. Және жай еншілеме екі үлкен ұлы өліп төртеуі қалған кезде бірі-біріңмен ауыз білекте болыңдар. Алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді деп тәлім беріпті. Сол жолда ұрпаққа үлгі етіп ұстансақ, бізді ешқандай жау алмайды. Бізді түзейтін жол сол. Ендеше неге сөйтпейміз?